Бәріңізге сәлем достар. Бүгін 21 октябрь, Нью-Йорктың алдындағы пресессионный анализ. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, бүгін бізде то, что кеше 4 сағаттық имбаланстың инверсия болғандығы, мына жерде мына имбаланстың инверсия болғандығы, бұл контексттің шортқа ауысып жатқандығын көрсеткен болатын. Енді бүгін тоже міне қарасаңыздар, имбаланс пробитие болған, иә, 4 сағаттық. Когда 4 сағаттық имбаланстарда пробитие болатын болса, ол бізде контексттің ауысқандығын көрсетеді. Бұл 4 сағаттық имбаланстың инверсиясы мына жердегі имбаланстың фулфилна, яғни толығыменен толтыруға алып келді, бірақ баға ешқандай да реакция алып тұрған жоқ. То, что имбалансты толтырғаннан кейін немесе ликвидность снятие болғаннан кейін баға ешқандай да реакция алмаса, ол значит келесі цельға баратындығын көрсетеді. То есть келесі цель ол бізде 4221-18 арасындағы ликвидностьқа бару вероятності жоғары бағаның. Одан кейін қарайтын болсаңыздар, келесі бізде 1 сағатта импульсный қозғалыс, яғни тренд, контекст толығымен шортқа ауысып жатыр. Бұл коррекция берген күннің өзінде біздің шортқа точка входамыз ол мынау. Яғни на шорт қарайтын точка входа ол 34-40-тың арасы болып саналады, бірақ баға ол жаққа дейін вряд ли келеді. Біріншіні астыңғы цельға жетіп барып, одан кейін барып разворот беру вероятності жоғары, 23-22-ке барып қойған. Егер дағы осы жерден ғана бізде контракт жүретін болса, 5 минутта 15 минутта, сол кезде ғана контракт немесе слом болатын болса, сол кезде ғана бағаны на шорт қарастыруға болады. Дальше лонгқа бұруға болады, бірақ оған дейін біз бағаны лонгқа бұратындай ешқандай да подтверждениеміз жоқ былай жатқан кезде. Пока что баға импульс жүрді, одан кейін қазір дальше бағытын жалғастыруға күш жинап жатыр деп айтуға болады. Яғни мына 4223-21-18-ге барғаннан кейін ғана разворотқа қарастыруға болады. Себебі бұл импульстың основной келе жатқан целі осы ликвидность болып табылады. Неге? Себебі имбаланс толтырса да, ол ешқандай да реакция берген жоқ былай жатқан кезде. Сіздерге барынша лонгқа бұрмай, по тренду шорт қарастырған дұрыс үлкен таймфреймде, және дағы 4223 осы аралықтан лонгқа қарастыруға болады, 23-17 аралығында лонгқа қарастыруға болады, немесе мұны аяқтан 28-ден 40-тан шортқа қарастыруға болады. Либо егер дағы осы жерден бізде контракт жүретін болса, на разворот, пока что ешқандай да контрактный зона жоқ бізде, разворот беретіндей лонгқа, разворотқа контракт жүрмеген. Сол себепті тек қана шорт сценарий бізде актуальны болып тұрады. На 23-17-ге дейін актуальны. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.